Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Үсік пен қатты жел. Еліміздің бірқатар өңірінде ауа райы бұзылады. Қазгидромет РМК 23 қазанға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Синоптиктер бірқатар өңірде тұман түсіп, үсік жүретінін хабарлады, деп жазады Қазнұр-Кз. Маңғыстау облысында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Түнде және таңертең Атырау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында тұман түседі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Түнде және таңертең Абай облысының солтүстігінде тұман түседі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Түнде және таңертең Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында тұман болады. Облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда облысының төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Ұлытау облысының жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Түнде және таңертең Қараңғы облысының шығысында тұман түседі. Түнде және таңертең Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде тұман болуы ықтимал. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.